Ассалаумағалейкум, назарларыңызда информбюро жаңалықтары. Қайырлы кеш, студияда Мақсат Толықбай және Айда Боранбай. Бүгіннің басты жаңалықтары. Қарамағындағы келіншекті зорламақ болды деп айыпталып жатқан бастықты сот ақтап шыға ала ма? Тойдың шырқы бұзылды. Ақтауда үйлену тойының кортежі эвакуатормен соқтығысып қалған. Кір көлікке 8000 теңге айыппұл салса, Өскеменнің ауасы тазара ма? Ғаламтордан миллион жанкүйер жинаған қазақ зігінің ставкасы қанша? Ресей продюсерлердің көз түскен құрылысшы жігіт бізге нүкістен сұхбат берді. Осы және өзге де жаңалықтар алдағы жарты сағатта. Қазақстан қайда? Географиялық картадан әрі іздеп, бері іздеп, өз елін таба алмаған атыраулық оқу орны Қазақстанды Солтүстік Америкаға көшіріп жіберіпті. Қолдарымен жасаған сенсацияларына басқаларды сендіргісі келген болу керек, әспеттеп қағазға түсіріп тәуелсіздік күніне тартып өткен. Анау-мынау емес, мұнай және газ институтының түсінілген түсқағаздағы қатені көрші отырған кафедра меңгерушісі де қаперін алмапты. Атыраудан шығатын Ақжайық газетінің жазуынша, Қазақстанда Америкаға орналастырған карта тәуелсіздік күннен бері оқу орнында әлі ілініп тұр. Әзірге бұл дизайнердің қатесі ме, әлде институт қызметкерлерінің қатесі ме, ол жағы белгісіз. Дегенмен Қазақстанда мұхит асырып жібергісі келгендердің қатесін оқу орны мұғалімдер емес, студенттер көріп қойған. Соңғы уақытта Қазақстанның әнұранын шатастырып, туымен қоқыс тасыған, елтаңбасын күл салғышқа айналдырған оқиғалар елімізде жиі қайталанып жүр. Ал Жамбыл облысы Меркі ауданында бір отбасы ыстан уланды. 4 бала оқиға орнында қаза болды. Апаттан ажал құшқан бүлдіршіндердің ең үлкені 7 жаста. Қайғылы оқиғадан тағы 4 жастағы және 2 жастағы, сондай-ақ бесікте құндақтаулы нәресте көз жұмды. Алдын ала болжам бойынша төтенше жағдай ата-ананың салғырттығынан болған. Бір қызын емханаға алып кетіп, 4 баласын қараусыз қалдырған отанасы қара жамылды. Отықпен ойнаған балалар байқаусызда өрт шығарған. Сыртынан кілтеп кеткендіктен балалар үйден шыға алмай қалған. Қайғылы оқиға кеше кешкісін болды. Ақтөбедегі ең аты шулы істердің бірі жаңа арнаға ауысты. Естеріңізде болса, полиция офицері Лаура Берікова бұрынғы бастығын жыныстық қатынасқа түсуге әрекет жасады және ұрып соқты деп айыптаған болатын. Ал бүгін өтіп жатқан сот отырысында айыпталушы орындығында отырған Мырзабеков мырза бұл жабушылық екенін айтады. Ақпараттық техникалық қызмет инспекторы Берікова барлығы бастығының үстелге ыдыс-аяқ қою өтінгеннен басталғанын айтады. Оның сөзінше дәл осы кезде Мырзабеков әйелді сүюге талпыныс жасаған, алайда зардап шегуші бірден қарсылық танытқан. Мұндай әрекетті күтпеген бастық бірден ашуға мініп, қызды ұрып соға бастайды. Артынша қала шетіне апарып ағашқа іліп қоймақ болды дейді ол. Ал ішкі істер бөлімінің бұрынғы бастығы бұл айтылғандар жалған дейді, ешқандай жыныстық қатынасқа түсуге әрекет жасалған жоқ, барлығы екі жақты келісіммен болғанын айтады. Ал ішкі істер бөлімінің басқа қызметкерлері бастықпен қарамағындағы қызметкердің арақатынасы тек қызметтікпен шектелмегенін айтып отыр. Бұл дерек ұялы телефондағы SMS хаттамалар арқылы дәлелденген. Ол менің әйеліммен ажырасуым талап етті. Мен әрине келіскен жоқпын. Содан кейін-ақ осы шу басталды. Жаман ағалар үйімізді тартып алды. Әткеншегі бар әдемі үйіме оралғым келеді. 5 жасар бүлдіршін бұл тілегін Алматыдағы ұлттық баспасөз клубында өткен жиын арқылы президентке жолдады. Айараудан өзге де спикерлер орындығына отырған балалар тобы бүгін банк жүйесіне өздерінің базынасын жеткізді. Ата-аналарының банктен алған қарызын қайтара алмай қиналғаны жандарына батқан балалардың кейбірі өз өтініштерін салған суреттермен жолдапты. Сәби санасындағы қара бояулы көріністің кейіпкерлер кім? Немесе бүгінгі бүлдіршін баспанасын кімнен қорғайды? Болмысы да бейнесі де бала болғанмен санасы есейіп кеткен сәбилердің аузымен айтылған ақиқат Ирина Советжанқызының бейне материалында. Біз оған ақша төлей алмадық. Папамыздың алған ақшасы тек нанға ғана жетеді. Бізде үлкен үйде тұрғымыз келеді. Өзіміздің армандарымыз бар. Арман үлкен, кішкене аруды жұбатуын еткен қиын еді. Басқа балалар секілді ойыншыға пердеп тұрған жоқ. Болмаса балмұздақ жегім келеді деп те айтпайды. Болмысы бала болғанмен арман асқақ. Санасы ерте есейіп қойған қыз қуыршақ ойнайтын кезінде қиындықтың дәмін сезіп үлгеріпті. Кішкене жүрегі кредит алған ата-анасының қарызды қайтара алмай қиналғанына қобал жолы.
Нұрсұлтан аға, біз кредит алдық. Біздің ештеңеге жағдайымыз жетпейді. Біздің үйде тек папамыз ғана жұмыс істейді. Шынаркүл Мұқанова Айданадан өзге тағы 9 баланың анасы. 10 баламен Қаскелеңдегі туыстарының үйін жағалап жүрген жанұя осы жазда банктен несие алыпты. 129 мың теңге. Балаларын оқуға дайындау үшін алған ақшаны уақытымен төлеп жүрген. Алғашында 30 мың теңгесі қалғанда отағасы жұмысынан айырылыпты. Енді сол 30 мың теңгенің үстемесі үлкейіп, қайтадан о бастағы сомаға айналған. Мен сол августтен бастап балдардың киіміне дайындап 30 мың ақшаны төлей алмадым. Енді маған күнде звондайды, 129 мың ақша төлейсің деп. Тыныштық бермейді. Сталкивают детей из дому. Заттарын жинап алуға мүмкіндік бермей, балаларды далаға қуып жатыр. Олардың көз жасын көргенде жүрегіміз ауырды. Әл ауқатымыз басқалардан ешбір кем емес мемлекетте тұра. Қаршадайларынан қиындық көретіндей бүлдіршіндердің не жазығы бар. Кешелі бері прокуратура қызметкерлері менің басқан ізімді аңдып жүр. Бірақ менің жылағандардың көз жасын сүртуіме, ащы ақиқатты айтқызуға мүмкіндік беруіме ешкім тыйым сала алмайды. Туған жерім осы жер. Отаным да осы ел. Нұрлатаға айтамыз, біздің немізді қайтарып бер. 5 жасар бүлдіршін банк қызметкерлеріне деген базынасын өлеңмен өріпті. Бала көңіл өзі дүниеге келгенде бесігі тұрған баспанасын аңсайды. Анасы болса кредитті 7 күнге кешіктіргені үшін үйлерін тартып алғанын айтып ашынып отыр. Бөлмелі үйдің ақшасы жоқ. Еще мен убыткаға бергенде судьяға жылап тұрып айттым. Аға дедім, менің дедім, қазір ақшам жоқ дедім. Бір комнатамдан айырылдым дедім. Банкке 3 миллиондай ақша төледім дедім. Хотя бы банк маған, хотя бы 2 миллионды қайтарып берсе, мен хоть жер алып, үй салып алар едім. Дағдарыс себеп болып, далада қалғандардың, банктен зардап шеккендердің статистикасын жасапты белсенді топ өкілдері. Тұтастай халықтың 65% банкке тәуелділіктен құтыла алмай жүр дейді Қанағат Такеева. Сол топқа кіретіндердің басым бөлігі Алматыға бүгін жете алмаған, талаптарын суретке түсіріп жолдаған бүлдіршіндер. Өкініштісі қара бояуы көп көрініс кейіпкерлерінің көбі банк қызметкерлері. Сондай-ақ онда қарыз сұрап келгендерден тығылған балалар бейнеленіпті. Енді бір сурет авторы өз үйін қабаған итпен қорғатып қойыпты. Өмірде де солай болса деп армандайтын секілді. Ирина Савичанқызы, Думан Сүлейменов, Информбюро 31 арна, Алматыдан. Ал Ақтауда үйлену тойы көлік апатымен аяқталды. Қалыңдықпен күйеу жігіт отырған Мерседес маркалы кортеж эвакуатормен соқтығысқан. 31 жастағы жүргізуші эвакуатормен келе жатқан жолдың қарсы бетіне шығып кеткен. Қатты соққы алған көлік ұшып кетіп, тағы бір Мерседес маркалы көлікпен соқтығысады. Тексеріс барысында апатқа кінәлі жүргізушінің тіпті мемлекеттік нөмірде болмай шыққан. Үйлену тойларының қайғылы оқиғалармен аяқталып жататын жайттар Ақтауда жиі кездеседі. Жол полициясы соңғы тексеру кезінде 8 жүргізуші мен 10 жолаушыға айыппұл да салған. Тіпті көлік қожайындарының бірінде жүргізуші куәлігі мүлдем болмай шыққан. Үй тұрғанмен бұндай жол оқыттар бір емес, бірнеше рет тек қана ол айдың аптаның демалыс күндері емес. Бұрын кездер демалыс күндері болатын болса, қазір күнбе-күн болып тұрады. Рейдтік жұмыстар ұйымдастырамыз осы бағытта. Осыларға алдын тоқтау салу бағытында жұмыстарын жүргіземіз. Ал Өскеменнің жол сақшылары көшедегі кір көліктің құнын 8 мың теңгеге бағалап отыр. Осылайша өнеркәсіптерге емес, темір тұлпарларға айыппұл салса, Өскемен қаласы тазаланып шыға келеді екен. Мұны полицейлер жаңалық ашқандай хабарлады. Тәртіп сақшылары әсіресе қала көшелері мен құрылыс қалдықтарын таситын жүк көліктерін қадағалайды. Ал жуылмаған жеңіл көліктердің жүргізушілері сол жерден нөмірлері мен жарығын жуатын болады. Егер көлік тым кір болса, қожайын жақын маңдағы көлік жуу орындарына жөнелтіледі. Сондай-ақ тексеріс мұнымен бітпей, тазаланбаған темір тұлпарлар үшін көлік иесі алдымен қалтасынан қаржы шығарып, айыппұл төлейді. Жылдамдықты асырған үшін 2 айлық есептік көрсеткіш, қалдықты қала ортасы арқылы алып өтуге және кір көлікке 5 және қаланың көгалдандыру ережелерін бұзу, яғни жасыл желекті жерге көлігін қойған жүргізушіге 6 айлық есептік көрсеткіш негізінде айыппұл салынады. Әуесқой әнші жігіт табылды. Естеріңізде болса, жақында Ресей продюсерлері мен телекомпаниялары YouTube сайтында миллионнан астам интернет пайдаланушы тамашалаған Қазақ ЗГ Шарқайды атты роликтің кейіпкерін іздестіріп жатқанын хабарлағанбыз. Қарапайым құрылысшы мұндай құрметке ұялы телефон арқылы түсірілген бейне клип арқылы қол жеткізіп отыр. Біздің тілшілерде Мұратбай Нетулаевты іздестіріп, оның Өзбекстанның Қарақалпақ автономиясының Нүкіс қаласында тұрып жатқанын анықтады.
Махаббат пен Modern Talking тобының әндерін Мұратбайдың орындауындағы нұсқасы дүниежүзі бойынша хитке айналып шыға келді. Бұған дейін Алтын Орда базарында жұмыс істеп жүрген қарапайым құрылысшының қазір интернетте жүздеген мың жанкүйері мен табынушысы бар. Нүкісте той-думандарда өнер көрсететін Нетулай, егер продюсерлер тарапынан жақсы ұсыныстар болып жатса, Алматы түгілі Ресейге кетуден де бас тартпаймын дейді. Айта кетейік, бұл жігіт 3 күн бұрын ғана әке болыпты. Жоқ, тойларға заказбен барамын гитарамен. Былтырдан 1 жыл болды, 1 жылдан бері осында шығып жүрмін. Теңгеме не қанды да енді бұл кафеде 30-40 мың теңге тауып кетем железін. Семьям бағып отырмын. Еші шақырса бара едім, бірақ мен ол жаққа шақырса бара едім, жаңағыдай ақшасын төлесем бара беремін. Ал тыл ардагерлері жәрдемақыға жете алмай жүр. Поколение зейнеткерлердің республикалық қозғалысының төрайымы Ирина Савостина бастаған бір топ әжейлер бүгін сотқа келді. Өздеріне тиісті қаржыдан қағылған қарттар әлі күнге дейін соғыс жылдарында еңбек еткендіктерін дәлелдей алмай жүр. 6 жасында жұмысқа жегіліп, колхоз алқаптарында көшет отырғызып, арамшөп жұлып жемістерген Екатерина Табачник бүгінде 75 жаста. Тылда еңбек еткен үшін ардагерге ай сайын 3236 теңге көлемінде жәрдемақы қарастырылатын көрінеді. Алайда кейуана жастайынан қара жұмысқа араласып, соғыс жылдары еңбек еткендігін 1,5 жылдай уақыт дәлелдей алмай сот табалдырығын тоздырып жүр. Самое главное, если вы знаете, я не работала, Егерде менің еңбегім өтпеген болса, мен осыншама уақытымды кетіріп басымды ауыртып жүрмес едім. Осы 1,5 жыл ішінде денсаулығымды нашарлатып алдым. Ренішім көп, бұл менің маңдай терімнің ақысы ғой. Ал сот болса, сөзді іске тікпейсің, куә ізде деп сандалтып қойды. Зейнеткерлер қозғалысының төрайымы Ирина Савостина қартайғанда бейнетінің зейнетін көре алмай жүрген мұндай ардагерлер көп дейді. Балаларды соғыс жылдары еш жерде тіркемеген, сондықтан мұрағаттан тиісті құжатты табу мүмкін емес. Ал ардагерлер арнайы комиссияға ерте жастан еңбекке араласқанын дәлелдеу керек екен. Немесе тылда өзімен бірге жұмыс істеген, жасы 80-нен кем емес, куә табу міндеттелген көрінеді. Өткен сотта куәгер болды, алайда оның өзін тыл ардагер деп танымаған еді сол кезде. Сот аяқталысымен 3-4 күннен кейін оның тыл еңбеккер екендігін растайтын шешім шықты. Ал Табачниктің ісі ол кезде аяқталып қойған. Дәл осындай келеңсіздіктер кесірінен жасы егде шал кемпірлер құзыретті органдармен соттасып, юриспруденция саласында шатып бұтып сауатын ашып сандалып жүр. Советом Республики Казахстан Бүгін Әуезов аудандық соты Екатерина Жейдің уәжін тыңдап, осыдан бұрын қабылданған сот шешімінің күшін жойды. Аталмыш іс куәгердің қатысуымен қайта қаралатын болды. Суд определил удовлетворить заявление Табачника Екатерины Яковлевны об отмене решения суда 16 мая 2011 года по гражданскому делу по иску Табачник Екатерины Яковлевны, как и Матовского района города Алматы, специальной комиссии по установлению стажа работы в годы Великой Отечественной войны в 41-45 годах отменить решение от 16 мая 2011 года по гражданскому делу по иску Табачника Екатерины Яковлевны. Соғыс кезінде жұмысқа жегілген азаматтардың басым бөлігі бүгінде өмірден өткен, қалғандары қала кезіп құжат жинауға қауқарсыз болса да, сот ғимаратын айналшықтап жүр. Солардың бірі Екатерина Жейдің ісі 1 айдан кейін қаралатын болып шешілді. Жанар Жолтаева, Ринат Абылхайыров, Информ бюросы бірінші арна, Алматыдан. Ал Семейдің шағын автобус жүргізушілері жолаушыларды бөлісе алмай жаға жыртып жатыр. Бүгін аймақтың 10-нан астам тасымалдаушыларына жұмысқа шықпай ереуіл ұйымдастырды. Кондукторлар мен автобус қожайындары жол бағытына заңсыз шығып, өзгенің нанына жармасқандарды жолдан тайдырыңдар дейді. Наразы жұрттың азын тілшіміз тыңдап қайтты. О чем сейчас уже нация будет подниматься? НАТО идет. Это идет в войне. У нас война будет натуральная. Автобустарының айналасына жиналған жүргізушілер мен кондукторлар қала бағытындағы жолдар үшін жұдырық алып жаға жыртысуға дайын. Айтуларынша заңсыз жолаушы тасып, жолдарына бөгет болған бәсекелестер нәпақасын тиындап тауып жүрген жүргізушілердің жолын бөгеген. Айтатынымыз осы, енді міне халықтың бәріне жиналып тұр. Күнде қырған осы екі мекеменің машиналар біріміз жарысамыз, қырыламыз. Міне мынандай нәрсе болмайды. Бір күн ертең бір нәрсе жағдай болады мына үйде. Осыны бір нәрсені шешіп беру керек бізге. Қаладағы ең табысты бағытта жүрген тасымалдаушылар тиісті орындарға бірнеше рет шағым түсіріпті. Алайда өзгенің жолында өздерін қожайын санап, кеуделерін керіп жүргендерге ешкімнің құзырда жүрмей тұрған көрінеді. Тасымалдаушылар арасында шыққан даудан тұрғын үй коммуналдық шаруашылығындағылар хабардар. Олар мәселені шешудің жалғыз жолы сотқа шағымдану екенін айтады. Перевозчик ТО 74 техника 2
без договора с 14 апреля начал обслуживать этот маршрут. Хотя у нас договорные отношения с семьей Коллеги Траст до проведения конкурса. На сегодняшний день мы подали Симдор-техники 2 суд. Жүргізушілердің жанжалы жолаушыларға кері әсерін тегізді. Бір күнде 10-ға жуық шағын автобустың жұмысқа шықпауы жүздеген азаматтарды жолдан қалдырды. Лимара Салех, Леси Бабченко, Әділет Ақажанов, Информ бюро, Семей. Алда көретіндеріңіз. Алматы темір жол вокзалында кәсіп көзін қыздырған саудагерлерді неліктен қуып жатыр. Тараз қаласында Зүлфия есімді әйел балалар үйінен 6 бірдей мүгедек баланы асырап алды. Бізбен бірге болыңыздар. Хабарымызды жалғастырамыз. Алматыдағы Алматы 2 темір жол вокзалында 12 жылдан бері жұмыс істеп келе жатқан кәсіпкерлер қуылып жатыр. Шайдан бері саудасынан қағылған саудагерлерді вокзал басшылығы сот арқылы аластатуды көздеп отыр. Ал 3 айдан бері жұмыссыз қалған саудагерлер оған вокзал басшылығын кінәлап отыр. Айтуларынша басшылық алдымен жалақысын төлетіп, артынша сауда нүктелеріне кіргізбей қойған. Жыл сайын басшысы ауысып, жаңа талап қоятын еді. Биылғы директор бізді жұмыссыз қалдырды. 3 айдан бері сот табалдырығын тоздырып жүрген кәсіпкерлердің уәжі осындай. 12 жылдан бері вокзалдан табысын ажыратып жүрген кәсіпкерлер бір күннің ішінде жұмыссыз қалған. Өткен жылы сауда орындары жабылмайды деп уәде берген басшылық қаңтар айында айнып шықты дейді саудагерлер. Мен вокзалда бутигім уже 12 жылда істеп жатырмын. Жыл сайын осындай жағдай болады. А конец года декабрьден бастап жаңа бастықтар келеді. Даже биыл 11 жылда, начиная декабрьден бастап, январьда 3 начальник вокзала поменялись. Жаңа басшы келген сайын жаңа талап енгізіледі екен. Кәсіпкерлердің айтуынша биыл жалқының 10%-ға көтеріп, 3 айға төлеткен соң артынша сауда орындарын босатыңдар деген ескерту жіберген. Енді 30 адам жұмыссыз, жалақысыз қалдық деп ашынады. Енді сот бізге вокзал аумағында жұмыс істеуге болмайды деп шешім шығарады. Сауда орындарын босатуымыз керек. Біз оны өз қаржымызға қойдық. 8 жылдың ішінде басшылық түсін безендірілуін материалын өзгерттірді. Арнайы пластик сатып алдық. Енді босатыңдар дейді. Барлығымыз зейнет жасындамыз, қайда барамыз? Кәсіпкерлердің шағымына байланысты вокзал басшысынан жауап алу мүмкін болмады. Оңтүстік аймақтық филиалдың бастығы бар. Мендібай Ғани Мақсұтов. Сол кісінің ұстамақшысы болып, сол кісі маған бізде қанат сен өзің сұхбатыңды бер деп рұқсат берсе, сол кезде ғана мәселе берді. Ол кісімен қалай хабарласа аламыз? Ол кісі бірінші Алматы вокзалының 3-ші этажында отырады. Мендібай Ғани Мақсұтов. Директор меңзеген басшы сапарға кетіп қалыпты. Ал 3 айдан бері қызу жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатқан вокзалдан бірде-бір құрылысшы байқалмайды. Ал екінші вокзалдың өкілдері қызмет сапасын арттыру үшін сауда орындарын жабудамыз дейді. Управление культуры акиматтың письмосы бар. Екінші этаждан қасын түсіріп, бірінші этажға қойып, бүкіл вокзалдың ішінде пассажирлерге қазір перевозка бойынша бұлардың договоры да жоқ. Салонная система, знаете, да? Камераға айтам, только қазір маған телефонға қағарасам, если айтпасам, непосредственно соттасып жатыр, бұл кісілермен юристтер де бар. Солардың сөйлесе, қағарасам, сіздерге айтам. Жұмыссыз қалған саудагерлер өз мүдделерін қорғап, енді жоғарғы сотқа дейін баруды көздеп отыр. Ал вокзал басшылығы кәсіпкерлерді енді қайта аттатпайтын сыңайлы. Ұлан Тәліпбай, Ернар Құсайынов, Информ бюро, 31 телеарна. Тараздық Зүлфия Төленова балалар үйінен 6 жасөспірімді өз қамқорлығына алды. Асырап алынған балалардың барлығы тумасынан мүгедек. Абзалына кемтарлығына қарамай қамқорлық танытты. Ал мейірімге мұқтаж бүлдіршіндер енді отбасылық бақытқа бөленді. Әкеден айырылып шарасыз, анадан айырылған панасыз тастанды бала тағдырын тек тас жүрек ана түсінбейді. Безбүйрек ана болмаса баласынан бас тартпас болар дейді Зүлфия Төленова. Ананың аялы алақанын аңсап өту әр тастанды баланың азапта арманы екенін жасырмайды. Мүгедек екен деп, осы өмірге келтіріп атқан аналарға да айтатыным. Өмірге келтіргенге мүгедек болса да тастамаса екен деймін. Әр бала өз қамқорлығында, ата-ананың қамқорлығында болғанын дұрыс. Соны ойланса деймін жастарымыз. Зүлфия Төленова мүгедек балаларды асырап, мемлекеттен көмек қаржыны күтпейді. Демеуші іздеп дәулет те дәметпейді. Бар ойы бүлдіршіндерге отбасылық бақыт сыйлау, аталық, аналық қамқор көрсету. Өгейсітпей кемтар балаларының бар қиындығына бойұсынған. Бұл бала алғаш маған келген кезде ешқандай движение сезетін, қимылдай алмайтын. Және де тамақ өздігінен жұта алмайтын. А қазір мінекей массаж жасадық беліне. Қолмен тамақ жеуді үйреттік.
ойыншықпен қалай ойнайтынын барлығын үйреттік. Міне Аллаға шүкір. Қамқор құшақтағы әр баланың тағдыры әртүрлі. Тумысынан екі қолы жоқ Нұрбол Құттыбаев аяғымен асшып қол орнына қолданады. Ал Аян Сумаров пен Әділжан Каримов үшін қарғадым жүрудің өзі мұң. Апатақ мақ береді, апа ойнадады. Апатақ нұр, ойшықта бар ойнаймыз. Жомарт жандар көмек қолын созып, қоларба алуға көмектесе деген тілек бар. Ал халықты әлеуметтік қорғау мекемесінен қайыр жоқ әзірге. Нұрайын Рахай, Бақытжан Бапаев, Информбюро, Тараз. Ал Маңғыстау облысындағы азотты минералды және аммиакты селитраны өндіретін завод 40 жылдан бері қарқынды жұмыс істеп келеді. Еліміздегі жалғыз заводтың соңғы 20 жылда құрылғылар біршама ескергенімен, жол картасы 2020 атты бағдарламаның арқасында аталмыш заводтың әрі қарайсын жалғастыруына мүмкіндік туды. Қазазот басшыларының айтуынша алдағы қазан айында заводқа толықтай жөндеу жұмыстары жүріп, өнім 50%-ға өседі. Сондай-ақ еліміздің елді мекендеріндегі жер тыңайтылатын болады. Бұған қоса жаңа технологиямен жабдықталған өндіріс орталығы шетел заводтарымен бәсекеге түсуде жоспарлап отыр. Қазірде Қазазот Қырғызстан, Тәжікстан, Әзербайжан, Болгария, Ресей елдеріне экспортқа шыққан. Бүгінгі күнде бізде өндірілетін аммиак құрамы 370 тонна. Модернацияланғаннан кейін біз тәулік бойы 600 тонна шығарамыз. Биылғы жылдың жазында Киевте өтетін футболдан Европа чемпионатына санаулы күндер ғана қалды. Ойын әлі бастала қоймағанымен жанкүйерлер жолға жиналыпты қойған. Алматылық Юлия Евро-Қазақстан 2012 ойыны билетін бақытты жеңімпаз атанған. Қызына бақыт таңдап көрмек болған оның анасы UEFA Евро 2012-де көңілден деген Coca-Cola компаниясының ұйымдастырған акциясына қатысып 30-қа ие болған. Я знаю, как моя дочка любит футбол. Менің қызым футболды жақсы көреді. Кока-коланы сатып алдымда қақпақтың астындағы кодты 6006 нөміріне жібердім. Ал Юля ойынға билет ұтып алғанын ұйымдастырушылар құттықтауға келгенде ғана біліпті. Есікті анам ашты. Мен оның қуанышты дауысын естідім. Бізге сертификат беріп жеңісімізбен құттықтады. Сол жерде бірден суретке түстік. Тіпті кімнің қатты қуанғанын білмедім. Мен бе әлде анам ба? Қазір жеңімпаз анасы Наталья мен Киевке жол жүруге дайындалып жатыр. Олар Украинаға бірінші рет баратындықтан толғаныстары да жоқ емес. Ал Натальяның бар арманы Киев көшелерін аралау. Ал Юля қайта-қайта даусын жаттықтырып жүр. Футболдың жанкүйері ретінде бар даусымен оле-оле деп айғайлап, ойыншыларға қолдау көрсету үшін. Қазір менің көптеген достарым да акцияға белсенді түрде қатыса бастады. Сондықтан менің достарымның да жолы болып, барлығымыз бірге барамыз деп үміттенем. Кез келген адам Киевте өтетін футболдан Европа чемпионатына билет ұтып ала алады. UEFA Евро 2012-де көңілден акциясы 1 сәуірден 31 мамырға дейін жалғасады. Басты сыйлықтардың бірі жылдың ең маңызды футбол ойынына 2 адамдық 30 жолдама. Қатысыңыз, сонда бақыт сіздің де есігіңізді қағады. Толығырақ kook.kz сайтында. Ал Информбюроның орыс тілді жаңалықтарынан кейін Базарбаевта хикаясының 8-ші бөлімін көріңіздер. Бүгін жас жұбайлар отбасылық өмірдің алғашқы қиындықтарына тап болып, сезімдерінің беріктігін тексеретін болады. Бүгінгі келіп түскен ақпараттар легі осындай, алда жарнама және ауа райы мәліметі. Келесі аман сау болыңыздар.